Енді сол бір көшті бастап, ұлы істер істеп, ұлы компания көтеріп, немесе кіші компанияны жоғары деңгейде дамыту үшін кез келген көшбасшыға әрине команда керек. Енді мен команда деп отырмын, қызметкер деп отырған жоқпын. Бір әр адамның бір приближенный дейміз ғой, айналасындағы бір 5-6 ғана, 2-3 ғана бір маңызды командасы болады. Мүмкін акционерлер шығар бір компанияның. Осы өзіңізге команда таңдайтын кезде, өзіңізге серіктес таңдайтын кезде, бір үлкен жол жүріп өту үшін қай жағына көп мән беру керек? Профессионалдық жағына ма, жоқ әлде личності жеке адами жағына ма? Жеке адами жағына қарағанмен адамгершілігі ақ көңіл, керемет, саған сенеді, бірақ жауапкершілігі жоқ адамдар болады. Профессионалдық жағы бір керемет болғанымен адамгершілік жағынан бағанағандай бір ой арам, ниет арам бір адамдар шығып атады. Осы бір қиын сұрақтың жауабы сіздің көзқарасыңыз. Сұрақтың ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде көшбасшы мен команда емес. Көшбасшы деген ол мына халықты басқарып отыратын адам, алға апарып отыратын, идея арқылы. Административтік әкімшілік не емес, ол кәдімгі идея арқылы қоғамды басқаратын, не бір топ адамдарды басқара алатын адам, көшбасшы деген. Көшбасшының келесі артынан жүреді. Көшбасшы, яғни ол идейный генератор дейсіз. Бұл жерде біз нақты бөлуіміз керек. Көшбасшы бір, бастық екі. Менеджмент бөлу. Екі түрлі адам. Бастық, кез келген мекеменің, кәсіпорынның бастығы, ол көшбасшы болмауы мүмкін. Ол жай бюрократ болуы мүмкін, бірақ ол директор. Бірақ көшбасшы, оның компаниясы болмауы да мүмкін. Ол идеяны қозғап, идеяны туындыратын адам. Сондықтан көшбасшының артынан еретін команда емес. Көшбасшының артынан еретін фанаттар бірінші. Сосын барып артында қоғам, немесе бір топ. Сондықтан көшбасшы бұлай мына жерде көшбасшы, фанаттар, топ, адамдар тобы. Мына жерде бастық, команда, сосын тұтынушылар. Екі бөлек. Сондықтан егер біз көшбасшы туралы сөйлейтін болсақ, онда көшбасшы өзінің фанаттарын таңдамайды. Көшбасшының артына ерген фанаттар, сол көшбасшының идеяларына нақты қатты сенген адамдар. Егер ол көшбасшыға көмекшілер керек болса, ол сол фанаттардың арасынан іріктеп ең белсенділерін таңдайды. Ол уақытта адамның адалдығына, жауапкершілігіне мына компаниядағы қарағандай, командаға қарағандай көп мән берілмейді. Белсенділігіне қарайды. Ең бірінші белсенділік. Өйткені бір идеяны атқарғанда, жүзеге асырғанда, ол идея, ол көшбасшының коммерциялық идея емес қой. Тек қана коммерциялық идеясы емес қой. Ол қоғамдық идея болуы мүмкін. Сондықтан мынау көптеген белсенділер ақшасыз жұмыс істейді. Мен мысалы көптеген қоғамдық шараларды жасап жүрмін қазір. Мен көмекшілерімнің бәрі ақшасыз, ақысыз жұмыс істейді. Ол еркін өзінің несімен істейді. Сіздің фанаттарыңыз? Олар менің фанаттарым. Бірақ фанат болғанда менің фанаттарым емес, менің идеяларымның фанаттары. Ал егер компанияға келетін болсақ, ол жерде бастық, сосын команда, сосын тұтынушылар. Бастық өзінің тұлғасында, бойында көшбасшылық қасиеттері болса, ол керемет. Әрине, өйткені менің өзімнің сенімім команданы әкімшілік күшпен басқармау керек, команданы идеялармен басқару керек, сенім арқылы басқару керек. Сондықтан мен өзімнің бұл жаққа көзқарасым, ол әр компанияның басшысы, ол бір кішкентай көшбасшы, сол команданы идеямен басқару керек. Ол кезде команданы таңдағанда әрине мен үш нәрсеге қараймын. Ол бірінші адалдық. Адалдықтың ішінде үш қасиет.
мен өзіме таңдайтыным, ұнайтыным, ол қарапайымдылық, ол екінші жауапкершілік, үшінші ол шындық. Осы үш ақ нәрсеге қараймын. Осы жердағы қазір екіншіге ораламыз. Жауапкершілікті ашып кетіңізші. Жауапкершілік деген ол адамның өзінің істеген ісіне, істеген сөзіне жауап беру, мойнына алу. Яғни мен міне мына істі істеймін деп алдыма, чтобы не было, орындауы. Иә, егер мынаны орында деп айттым ба, Орында. ол сөзге жауапкершілік. Орында. Орындай алмайды. Орындадың ба? Керек емес. Жоқ. Ал енді уәде бердің ба? Орында. Орындадың ба? Оның нәтижесіне жауапты бол. Өйткені нәтижесі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан жауапкершілік деген мынандай мына сөзден басталады, аяғына дейін жететін нәрсе. Бірінші сөзіңді айтасың. Сөзіңді айтқаннан кейін ісіңді істейсің. Сөзіңе жауаптысың, ісіңе жауаптысың, нәтижесіне жауаптысың. Яғни мен талпындым, болған осы деп қарап отырма дейсіз. Иә. Өйткені мен былай да айтуға болмайды. Мен істедім, қолымнан келгенін істедім, енді мынандай болып қалды деген. Қайтемін деген сияқты. Иә, ол деген жауапкершілік емес. Өйткені мен мысалы жауапкершілігі бар адамды сұрағанда, мен жауапкершілік деген ол не? Былай егер түп тамырына қарайтын болсақ, ол адамның мен саған мынандай нәтиже әкеп берем деген кепілі. Маған жай жауапкершілік керек емес. Мысалы сен айтасың, нәтижеге жауапкершілік. мен мынандай істеймін, осындай істей аламын деп, маған сенің сөзің керек емес, сенің ісің де керек емес. Маған нәтиже керек. Алып келеді нәтиже. Алып келеді. Ертең сен айтасың, мен ісімді істедім. Мен мысалы сен айтасың, мен сөзімді бердім, мен орындадым, істедім. Бірақ нәтижеге жете алмадым. Маған сен айтқаның 5 тиын, істегенің 5 тиын. Нәтиже жоқ, жауапкершілік жоқ. Керемет, тамаша. Сондықтан жауапкершілік деген ол адамның нәтижеге беретін кепілі. Яғни қалай істедің, ұйықтадың ба, ұйықтамадың ба, қызық емес. Ертең сен маған айтсаң, мысалы, Марлан аға, мынаның 10 данасын сатам деп. Ол сөзің, уәдең. Сосын барасында әрекет жасайсың. Ісім. Иә, келесінде қайта алдынан өтіп, мынаны бүйтіп бір телефонға жауап беріп сатып жатқанды көрсетесің маған. Сол айнала жүгіріп, жанталасып бірдеңе, әйтеуір жұмысты, қимылды көрсетіп отырсың. Сосын келесінде маған айтасың, Марлан, 3-ін ғана саттым дейсің. Маған сен сөзің 5 тиын, сен мына күні бойы жүгіріп жүрген қимылың 5 тиын. Бірақ екінші адам келеді, Марлан аға, мына 10 сатып берем дейсің. Жоқ, жоғалып кетті. Ұйықтап жатыр. Сосын сен шақырасың кешке, қайда? Уәде бердің ғой. Сен жұмысың қайда, сөзің қайда? Аға, ақшасы міне 10 саттым. Болды. Нәтиже болады. Нәтиже бар. Оның сен жұмыс істедің ба? Мен оған қарамаймын да. Өйткені сол жауапкершіліктің несі сонда. Ең түбінде ол жаңағы нақты нәтижеге жауап беру. Яғни не стоит быть продуктивным, не стоит быть деятельным, а быть продуктивным, да? Ол жаңағы жауапкершілікке келгенде адам айтқан сөзіне, істеген ісіне, болған нәтижесіне жауапты беру керек. Бірақ осы үшеуінің ішінде нәтиже ең маңызды. Егер нәтиже жаңа айтылғандай болса, онда ана адамды мақтауға болады. Ой, молодец, айтқан сөзіңде тұрдың, мына күнде көрдім ғой, сен істеп жатқан оңайға түскен жоқ, рахмет деп айтуға болады. Керемет аға. Енді командалардың кезде 3 қасиетіне мән беру. 3 қасиеті. Бірінші адалдық, екінші? Бірінші адалдық. Адалдық 3 тармақтан тұрады. Екінші ол адамның ақылы. Ақылына қараймын, адамның ақылы ол өзі 3 тармақтан тұрады. Мен 3 қасиетіне қараймын. Ол бірінші адамның қалай здравый смысл, қазақшасы ақылдылығы ма, жоқ дұрыс ойлау ма. Енді бұлай ақылдылығы ғой. Парасат десек. Парасаттылығы ма, я сол. Здравый смысл. Здравый смысл. Парасаттылығы дұрыс шығар, я. Ол бір мен қарайтын. Екінші, ол кез келген жерде жаңа идея табу қабілеті. Орысшасы сообразительность дейді. Сондай тез шешім таба алатын қасиетті.
находчивость деуге находчивость деуге болады. Иә, соңында тапқырлық деуге де болады. Тапқырлық деуге де болады. Иә, ол екінші нәрсе. Үшінші, ол адамның логикасы. Логика. Өйткені көп адамдардың басында мына ойлау қабілеттерінде логика жетіспейді. Егер адамның басында логика болмаса, ол көптеген нәрсені, көптеген проблемалардың түп тамырына жете алмайды. Көптеген нәрселерді, үдерістерді құрастыра алмайды. Сондықтан ішкі логика болу керек. Үш нәрсе. Үшінші қасиет, мен қарайтын қасиетім, ол адамның энергиясы, қуаты. Ол қуат тағы да үш тармақтан тұрады. Ол адамның дене қуаты, физикалық жағдайы, оның дене қуаты, істей ала ма, істей алмай ма. Екінші, ол адамның эмоционалдық қуаты. Өйткені мына қоғамда харизма емес, эмоционалдық қуаты деген, мысалы, мына көп адамдармен жұмыс істегенде, мына қоғам адамнан қуатты сор болады. Әсіресе адамдардың проблемаларымен жұмыс істегенде адамның шаршап қалады да, эмоционалдық қуаты кетіп қалады. Сондай нелерге төзімді болу үшін адамның өзінің іштегі эмоционалдық қауқары, энергиясы көп болу керек. Стресске төзімділік осы эмоциональный қуатқа ішіне кіріп келеді. Стресске төзімділік сондай. Үшінші, ол адамның мотивациясы. Мотивациясы деген, ол ішкі талпынысы, ынтасы. Осы үш қуатқа қараймын мен. Дене қуаты, эмоциялық қуаты және ынтасы, мотивациясы, уәждемесі. Ол уәждеме қайдан болады? Мотивациясы, ол адамның талпынысына мен қараймын, талпынысына қараймын, оның қандай өзіне қоятын мақсатына қараймын, өз-өзіне қалай қарайтынына қараймын. Өйткені алысқа талпынған адам ешқашанда өзінің қазіргі жағдайына толықтай қанағат болмайды. Шауып жүреді дейсіз. Ылғи бірдеңені өзгерткісі келіп отырады, ылғи бірдеңені жақсартқысы келіп отырады. Аш жүреді. Иә. Өзі Стив Джобс айтып кетті ғой, аш жүріңдер деп. Сол сияқты ғой. Яғни команда таңдайтын кезде сол мен адамның бірінші адалдығы. Иә, адалдығы. Екіншісі ол адамның ақылы, үшінші адамның энергиясы. Бұл жерде қараңыз, егер адамның энергиясы мен қуаты мен ақылы көп болса, бірақ адалдығы болмаса, бұл ең сізге түскен ең үлкен қауіп. Өйткені ондай адам ұрлайды, алдайды, сен оны ұстай алмайсың да. Өйткені ол ақылды. Көп ұрлайды, өйткені ол энергиясы көп адам. Сондықтан бұл егер адам ақылдымен және энергиясы қуаты көп болса, онда сіздің бизнесіңізге өте үлкен қауіп төнді деуге болады. Ал егер адам ақылды болса, ақылды, адал, бірақ ақылды, бірақ энергиясы жоқ болса, ондай адам сізге қауіп әкелмейді, бірақ көп пайда да әкелмейді. Жүре береді, бірақ әйтеуір зияны жоқ, кішкентай пайдасы бар. Кем дегенде ақылын аласың ондай адамның. Ал егер адам адал болып, энергиясы көп болса, бірақ ақылы болмаса, ондай адам көп қауіп та әкелмейді, бірақ көп пайда да әкелмейді. Ол жай әшейін жүрген адам. Жай жүгіріп, шауып жүрген адам, жақсы адам. Ондай адамды жақсы адам. Жүре берсін, жақсы адам ғой деп. Сол сияқты адамдар. Сондықтан мен үш қасиетіне қараймын. Адалдығына, ақылына, энергиясына. Бағана енді үштің астында 9-ды айтып кетсек, адамгершілігі жоғары. Оның үшіншісі, яғни жауапкершілігі. Шындық. Қарапайымдылық. Екінші ол ақылдылық. Оның ішінде біз сообразительность, тапқырлық, парасаттылығы, логикасы. Осы үш нәрсе. Күші, энергиясы. Оның дене күші, эмоционалдық күші, ынтасы, яғни мотивациясы. Тамашаға керемет.